Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына жол-көлік оқиғасына кім кінәлі екенін қарастырайық. Осы жағдайда екі көлік бір-бірімен соғысып апаттық жағдай пайда болды. Осы жол-көлік оқиғасына кім кінәлі болады? Кім кімге жол беру керек еді? Әрине, қарап отырсаңыздар, мына бұрылуға, кері бұрылуға арналған мынау жеріміз. Сол жерден бұрылайын деп тұр екі көлігіміз, ақ көлік және жасыл автокөлік. Мотоцикл жүргізушісі осы жолмен жүріп келе жатыр. Сонда қай көлік жол беру керек? Әрине, мотоцикл көлігі осы жолмен жүріп келе жатқан кезде оған мына екі көлік те осы жолға түсейін деп тұрған, жол беруге міндетті. Сол себепті екі көлік те күтеді. Ол екеуі бір уақытта бұрыла алмайды бұл жолға. Себебі мына жолақ мүлдем бұл жолаққа түсуге болмайды. Бұл автобусқа арналған жолақ. Мотоцикл жүреді. Одан кейін ақ көлік жүреді, себебі ол жасылға оң жақтан кедергі. Келесі жағдайды қараңыз. Бұл жүк көлігі бірінші жүріп жол көлік оқиғасын тудырды. Көк автокөлігіміз жол бермей шығады қиылысқа. Себебі мына қызыл жүк автокөлігі екінші дәрежелі жолда тұр. Құрметті оқырмандар, басты жолда келе жатқан кезде мен басты жолдамын деп осылай қиылысқа атып шықпаңыздар. Себебі мына жүк көлігінің жүргізушісі сияқты адамдар өзінің екінші дәрежелі жолда келе жатқанын білмегендіктен осындай қателік тудыртады. Сол себепті сіз басты жолда келе жатсаңыз да қиылысқа шығар алдында бір қарап алыңыз, сізге осы жүк көлігі екінші дәрежелі жолда тұрған көлік жол беріп тұр ма? Ол сізге жол беретіндей жылдамдықта ма? Қараңыз соны. Енді бірінші болып екі басты жолдағы көлікті қарасақ, әрине мына жүк көлігі де басты жолда тұр. Ол қиылысқа шықса да жол көлік оқиғасын тудырады. Себебі оған оң жақтан кедергі көк автокөлік. Ол мен басты жолдамын деп қатты жылдамдықпен жүріп келіп, мына жасыл жүк автокөлігі жол бермей, осындай апаттық жағдай пайда болады. Міне сол себепті мына көк автокөлік басты жолда келе жатқанның өзінде өзіне жол бергеніне толық көз жеткізіп барып, өзі бірінші жүріп өтеді. Одан кейін әрине басты жолдағы бізде жүк автокөлігіміз жүруге міндетті. Міне мына екі жағдайда да дәл солай. Жүк автокөлігіне ақ автокөлігіміз оң жақтан кедергі. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайда дәл сондай. Осы белгіден шошудың қажеті жоқ, қосымша ақпараттық белгіден. Бұл сізге бас жолдардың траекториясын көрсетеді. Қызыл автокөлігіміз бірінші жүреді. Одан кейін ақ автокөлік, сосын барып мотоцикл және жүк көлік. Келесі жағдайды қараңыз. Осы жағдайда басты жолда тек қана бір көлік тұр. Қалған екі көлігіміз екінші дәрежелі жолда. Сондықтан бірінші болып әрине басты жолдағы көлік жүреді. Одан кейін оң жақтан кедергі болып табылатын жүк көлік. Келесі жағдайды қарастырыңыз. Көк автокөлік екінші дәрежелі жолда тұр. Трамвай басты жолда тұр. Қызыл автокөлік басты жолда тұр. Бірақ сіз айтасыз, қызыл автокөлік бірінші жүреді. Себебі ол трамвайға оң жақтан кедергі деп. Бірақ олай емес. Себебі трамвай тең дәрежеде әр кезде басымдылыққа ие болады. Сосын барып қызыл, сосын көк.
келесі жағдайда қараңыз. Велосипед жүргізушісі келе жатыр және жүк автокөлігі тұрғын аймаққа кірейін деп жатыр. Әрине ол велосипедке жол береді.